Бәріңе сәлем достар. Үшбұрыштар тақырыбындағы бірінші топтың 4-ші есебін қарастыратын боламыз. Бізде қабырғалары берілген 4, 13 және 15 болатын үшбұрыштың ауданын табыңыз дейді. Үшбұрыштың суретін салып қояйық, сосын есеп шығару жолын бастайтын боламыз. Так, бізде енді бұл 3 түрлі қабырға болған жағы 4, екінші бүйір беті 13 және табаны 15. Осындай бір үшбұрыш берілген. Енді бізде үшбұрыштың ауданын табатын ең оңай форма ол үш қабырғасы берілген кезде Герон формуласын пайдалансақ болады. Герон формуласы қандай екен? Жазып қоя қойын мына жерге. П көбейтілген П азайтылған А қабырғасы, П азайтылған Б қабырғасы және П азайтылған С қабырғасы. Енді бізде сұрақ А Б С деген енді бәрін түсініктілер, былай алсақ болады. Мына қабырғасы А Б С деп. Мына осы үш қабырғасын А Б С деп атаймыз. Ал П деп тұрған не? Біреулер периметр деуі мүмкін. Жоқ. Периметрдің жартысына тең, яғни айтқанда кәдімгі периметр жартысы есептейік. Периметр қалай табамыз? Барлық қабырғалардың қосындысы 4 қосылған 13 қосылған 15. Енді бізде бұл жерде 3 қабырға болғандықтан үшеуін қосамыз да 2-ге бөле саламыз. Сонда менде 13-ке 15 қоссам 28, 4 қоссам 32, 2-ге бөлгенде 16 шығады. Жарты периметрдің ауданын табу. Жарты периметр есептеп алдық еді. Аудан есептей қойдық. Герон формуласын есептейміз. Сонда менде 16 көбейтілген 16-тан 4 тастам 12, 12-ден 16-тан 13 тастам 3 және 16-тан 15 тастам 1 болады. Бар қабырғаларын азайтып шықтым. Енді есептейін. 16 тұра берсін, одан түбірастан 4 шығатын түсінікті. 12-ні 4 пен 3-тің көбейтін істеп алайын. Сосын 3 қалады. Бірге жазбай қойсам да болады. Сонда менде 16-тан 4 шығады, 4-тен 2 шығады, 3 пен 3-ті көбейтсін, бір ғана 3 шығады. Сонда 3-еуінің көбейтісі қанша тең? Бізде 24 шығады. Есептің жауабы осы 24-ке тең екен. Барлықтарына есеп түсінікті деп ойлаймын. Бүгінге осы тәмам.